ауыл спорт жобасы 2024 жылы басталды. Былтыр сол 2024 жылы республикалық турнирдің қорытындысы бойынша жеңімпаздардың бапкерлерімен біз осы жылдың басында сауалнама жүргіздік. Сұрадық, біз сіздерді осы біліктіліктеріңізді арттыру үшін, көтеру үшін қандай сіздерге курс ұйымдастырайық деп сондай сауалнама жүргізді. Ол кісілердің бізге айтқаны осы спортшыға алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша бізге соны оқыту ұйымдастырсаңыздар. Сонымен біз аккредиттелген ұйыммен келісім шартқа отырып, ол кісілерге қаражаттан төлеп, сөйтіп біз бапкерлерге арналған сондай оқу курсын ұйымдастырдық. Ол кісілер оқудан өткеннен кейін сертификаттарын алды. Сонымен бірге осы жылы каратэ федерациясымен бірге ол кісілердің ұсынысы бойынша біз ауылдық жердегі бапкерлерге жаттықтырушы және төрешілік семинар өткізу. Ол кісілер Азия каратэ федерациясының мамандарын алдырды. Бахрейннен, Египет мемлекеттерінен сол мамандарын алды. Соны біз қаражат көтеріп, сөйтіп ауылдың бапкерлеріне осы каратэ бойынша оқу өткіздік. Енді алдағы уақытта да біз бұл жұмысты жалғастыра береміз. Бүгінде осы ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығының басшылығымен сөйлесу барысында олардың да осы жаттықтырушыларға арналған біліктілігін арттыру курстары бар екен. Сонымен енді федерациямен осы ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығымен бірге бұл бағытта жұмыстар жасаймыз. Енді біз ауылдың бапкерлерінің біліктілігін арттыру бағытында осы біздің жоба аясында ол курстарымыз бар, соны қолға аламыз. Әрі қарай жалғастырамыз.